Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл видеода сіздерге қалай ақшаны үнемдеуге болады, сол туралы айтатын боламын. Ең алдымен арнаға тіркеліп алыңыздар. Жалпы өміріңізде бір рет болсын ақша жинауға тырысып көрген боларсыз. Әдетте біз ақшаны қандай да бір арманымызды орындау үшін жинаймыз. Алайда қажет соманы жинау және оны сақтап қою кез келгеннің қолынан келе бермейді. Көптеген адамдар ақшаны жаңа немесе аса қажет емес затты сатып алуға жұмсайды. Тіпті кейде жаңа түскен жалақыңыздың қалай азайып қалғанын да байқамай қалуыңыз мүмкін. Мұндай жағдай орын алмас үшін ақшаны қалай үнемдеуге болатынын біле жүргеніңіз дұрыс. Ол үшін ең алдымен алдыңызға мақсат қойыңыз. Соның нәтижесінде артық ақшаны жұмсамай, оны жинауға деген мотивация пайда болады. Екіншіден, зиянды әдеттерден бас тартыңыз. Темекі тарту, алкоголь ішу физикалық саулығымызды нашарлатады және де қаржыңыздың да азаюына ықпал етеді. Сондықтан зиянды әдеттерден барынша тез арылған дұрыс. Үшіншіден, жұмысқа түскі асты үйден әкеліңіз. Сырттан тамақтануға қаражатыңыздың біраз бөлігі кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан мүмкіндігінше үйден тамақты өзіңіз дайындап алып келгеніңіз дұрыс. Төртіншіден, азық-түліктің тізімін жасаңыз. Біз дүкенге аш болып кіргенде ғана емес, нақты не алатынымызды, қалайтынымызды білмеген кезде артық ақша жұмсап қоямыз. Сондықтан дүкеннен не алатыныңызды үйде алдын ала ойластырып, тізім құрып алғаныңыз дұрыс. Бесіншіден, коммуналды шығындарды бақылаңыз. Электр қуаты мен суды үнемдеуді әдетке айналдырыңыз. Мысалы, бөлмеден шыққанда жарықты көшіріп жүріңіз және пайдаланбайтын болсаңыз, суды да ағызып қоймағаныңыз абзал. Алтыншыдан, дүкенге аш қарынмен бармаңыз. Әдетте адамдар ауыр жұмыс күнінен кейін дүкенге соғады. Бұл кезде қарныңыз аш болады, шаршап тұрасыз. Сондықтан қымбат тұратын және жиі пайдалы емес дайын тағам сатып аласыз. Сондай-ақ үйге біраз уақытқа жететін азық-түлік алуға шыққанда да тамақ ішіп алып, сосын шыққаныңыз дұрыс. Егер қарныңыз ашып тұрса, тізімнен ауытқып, артық нәрселерді алып қоюыңыз мүмкін. Жетіншіден, жеңілдік карталарын қолданғаныңыз дұрыс. Егер бір дүкенге өте жиі баратын болсаңыз, сол дүкеннің жеңілдік картасын алған артық етпейді. Әдетте мұндай карталарға бонус жиналады. Сонымен қатар қызықты жинақ сандықша алыңыз. Кейде қызықты және шабыт беретін нәрсе жетіспейді. Мысалы, көңіліңізді көтеретін немесе арманыңызбен ассоциацияланатын жинақ сандықшаны сатып алғаныңыз дұрыс. Сонымен қатар ескі қажет емес заттарды сатып жіберіңіз. Жалпы үйге қажет емес және көптен бері қолданбайтын нәрселерді жинай бермеген дұрыс. Алайда сізге қажет емес зат басқаға керек болуы мүмкін. Сондықтан оны өз бағасының жарты бағасына болса да сатып жіберсеңіз болады. Егер ақпарат пайдалы болған болса, арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.